Баршаңызға сәлем. Бүгін Intense Maths онлайн курсының 3-ші сабағы. Өткен сабақта біз жай бөлшектер және жай бөлшектерге амалдарды қолдану туралы айтқан болатынбыз. Вот это поворот! Сол кезде қосу және алу амалдарын ортақ бөлгішін табуын түсіндірмеген болатынбыз. Және бүгінгі сабақта ортақ бөлгішті табуды үйренеміз. Және видеоның соңында қосу және алу амалдарына байланысты есептер шығарамыз. Ортақ бөлгіште бөлімдердің ең кіші ортақ еселігін айтамыз. Ең кіші ортақ еселігін табу үшін біз сандарды ең алдымен жай сандарға жіктейміз. Жай сан дегеніміз ол бірге және тек қана өзіне бөлінетін сандарды айтамыз. Мысалға 1, 2, 3, 4 жай санға жатпайды, ол 2-ге бөлінеді. 5, 7 және солай кете береді. Мысалға 70 және 25 сандардың ең кіші ортақ еселігін табайық. 70-ті жай сандарға жіктейтін болсақ, тексеріп қараймыз. 70 2-ге бөліне ме? Бөлінеді 35. Ал 35-ті 2-ге бөліп қараймыз. Ол қалдықсыз бөлінбейді. 3-ге бөлеміз. 3-ге де бөлінбейді. Ал 5-ге бөлінеді. Сондықтан 5-ге бөлеміз. 7 тек 7-ге бөлінеді. Себебі оның өзі жай сан. 7-ні жазамыз. Осылай біз жай сандарға жіктедік. Егер осы 3 санды көбейтсек, 70 деген жауапты аламыз. Сол секілді 25 санында жай сандарға жіктейік. 25 2-ге 3-ге бөлінбейді, 5-ге бөлінеді. 5-ті жазып, 5 шығады. 5-тің өз жай сан болғандықтан, ол тек 5-ге бөлінеді. 2-ге 3-ге бөлінбейді. Осылайша 25 санында жай сандарға жіктедік. Енді мұқият тыңдап алыңыздар. Әр санның өзінің парысы болса, мысалы мына жерде 5-тің парысы 5, тек біреуін жазамыз. Мына 5-ті кетіріп тастасақ болады. Және қалған сандардың барлығын көбейтеміз. Бұл жерде бізде қалып тұрған 70 көбейтілген 5, жауабы 350. Осыдан біздің ең кіші ортақ еселігіміз 350 болды. Және айта кетейік, 350 25-ке де, 70-ке де қалдықсыз бөлінеді. Тағы бір мысал келтірейік. 62 және де 12 санын ең кіші ортақ еселігін табайық. Егер 62 санын жай сандарға жіктейтін болсақ, 62 2-ге бөлінеді, 31 2-ге, 3-ге және басқа сандарға бөлінбейді, тек өзіне бөлінеді. Себебі 31 деген сан өзі жай сан. Сондықтан 31 деп жазамыз. Егер 31 мен 2-ні көбейтсек, біз 62 деген жауапты аламыз. Енді 12 сан жай сандарға жіктесек, 12 2-ге бөлінеді, 6. 6-да 2-ге бөлінеді, содан 3. 3-тің өзі 3-ке бөлініп, 1 болады. Және де банағыдай парысын тауып, 2 мен 1-2 қысқарады. Мына жақта бізде 31 деген сан, ал мына жақта 12 деген сан. Егер 31 мен 12-ні көбейтетін болсақ, 372 деген санды аламыз. Және біздің ең кіші ортақ еселігіміз 372 саны. Енді екі бөлшек санды қосу амалына мысал келтірейік. Мысалы 26-тан 8-ді 32-ден 7-ге қосайық. Ортақ бөлгішін немесе ең кіші ортақ еселігін табайық. 26 мен 32-ні ең кіші ортақ еселігін табу үшін 26-ны, содан соң 32-ні жай сандарға жіктейміз. 26-ны жай сандарға жіктейік. 26 2-ге бөлінеді, 13. 13-тің өзі жай сан, ол 13 деп жазып бөлеміз. Егер 13 пен 2-ні көбейтсек, 26 деген санды аламыз. 32-ні жай сандарға жіктейік. 32 2-ге бөлінеді, 16. 16-та 2-ге бөлініп 8, 8-де 2-ге бөлініп 4, ол да 2-ге бөлініп 2, 2-ні 2-ге бөліп 1 деген жауап табамыз. Бұл жерде бізде 5 2 бар. Мына жақта 2 мен пар болып 1-2-ні сызамыз. 13 көбейтілген 32 тең 416. Біздің ең кіші ортақ еселігіміз 416 саны.
Және есепті жалғастырайық. Ортақ бөлгіші 416. 416-ны 26-ға бөлетін болсақ 16. Және 32-ге бөлетін болсақ 13. 8-ді 16-ға көбейтеміз. Және 13-ті 7-ге көбейтіп қосамыз. Қостың 128 қосылған 91 тең 416-тан 219 деген жауапты аламыз. Осылайша бүгінгі сабақта ең кіші ортақ еселікті, ортақ бөлгішті табуды үйрендік. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыз.